Білуіміз керек. Пенде бір есікті жапса, Аллах ар жақтан 10 есікті ашып қоюы мүмкін. Егер ашуын қалаған болса. Егер ашуды қаламаған болса, пенде саған 10 есікті ашып қойсын, біреуінен де пайдаланбайсың. Есек сияқты істейсің, жинайсың да, ақырында біреулер мүлкіңе ие болады да өліп кетесің. Жинағаннан не пайда? Сенің дүниеде адам суретіндегі есек болғаның қалмаған болса, басқа ештеңке. Себеп тапқан ақшаңнан не садақа қылдың, не жедің өзің, не іштің, не тұрдың. Қалған адамдар жеп жатыр оны. Бала шағаң немесе кімдер? Аллаху алам. Немесе бір ұры келеді де ұрлап кетеді. Неге жеттің? О мал мүліктің көптігіменен ризқың кең деген емес ол. Рызық шектеп қойылған нәрсе. Сол үшін қанша миллионер, миллиардер адамдар бар, бір кесе су іше алмайды бауырлар. Ауыр келеді. Мүмкін емес, врач тоқтатқан, өлесің егер бір кесе ішіп қойсаң. Жарты кесе ішу керек. Ет жей алмайды, сорпа ішу керек ол тек қана. 20 жылдан бері ет жемейтін адамдар бар. Миллиардер. Оған рызқын Аллах шектеп қойған, жей алмайсың бала. Қаяққа барсаң бар, жей алмайсың. Сенікі емес ол еттер. Еттер біреудікі. Түсінікті ме жоқ па? Қайда барасың? Рызықтан қорқудың қажеті жоқ. Сол үшін кеше айттым ғой сендерге. Хасан Басри рахимахулла айтады, менің рызқымды басқа біреу ала алмайтын екенін білгеннен кейін рахаттанып қалдым. Тыныш. Амалымды басқа адам істемейтін екенін біліп, сонымен шұғылдандым. Сонымен шұғылданайық. Амалымызбен